Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қадірлі көрермен, Құранды қатесіз оқуымызға кедергі болатын 11-ші себеп, бұл көбіне кездесе бермейді, бірақ бар нәрсе. Шәкірт өзінің қатесін аз ғана түзейтін, немесе қателіктеріне көбінесе мән бере бермейтін ұстаз іздейді. Яғни ұстазды таңдап алады. Ұстаздар да белгілі бір деңгейде бөлінеді. Кейбіреулері қатал болуы мүмкін, шәкіртінің өте сондай қатесіз оқитын сондай шәкірт болғанын қалайды. Сондықтан ұстазы қатал болуы мүмкін. Ал кейбір ұстаздар шәкіртіне жұмсақтық танытады. Яғни болашақта бір түзеліп кетуі мүмкін. Келе-келе әйтеуір әсте-әсте әйтеуір түзейтін шығар қателігін деп ойлайды. Сондықтан кішкене жұмсақтық танытады. Ал жаңағы шәкірт не істейді? Қатал, әрбір қатеге шүйлігетін ұстазынан гөрі өткізіп жіберетін, келесі бір сүрелерге өткізіп жіберетін ұстаз іздейді. Бұл бар нәрсе. Сондықтан біз бұл мәселеге мән беруіміз керек. Бұндағы шешім, егер ұстазыңыз қатал болатын болса, әрбір қатеңізге шүйлігетін болса, ол ұстаз сіз үшін үлкен бір нығмет. Себебі жұмсақтықтың да орны болады, қаталдықтың да орны болады. Әр нәрсе белгілі бір мөлшерде болғаны дұрыс. Ал қаталдығы бар ұстаз, яғни сізге жаны көбірек ашып жатыр деген сөз. Сіздің қателігіңізге қатты мән беріп жатыр деген сөз. Сондықтан сіз ұстазыңыз әр шүйліккен сайын оған ренжімеңіз. Керісінше сіз қуаныңыз сондай ұстазыңыздың бар екендігіне. Себебі ондай ұстаз көп шәкірттерге нәсіп етпеуі мүмкін. Сондықтан қателігіңізді түзеген ұстазға рахмет айтыңыз. Оның айтқанын екі етпей орындаңыз. Яғни мына тапсырманы былай орында, мына жерде мынандай қате кетіп жатыр, осы қатені түзейік деді ме, ондай болса сіз ләббай тақсыр. Болды, түзейік. Мақұл, жарайды, жақсы. Мінеке ұстаз түзеп жатырмын, мына жер мынандай болып жатыр, бірақ келмей жатыр. Мен жалығатын сияқты, мен шаршайтын сияқтымын. Осыны бөлісіңіз, сол кезде ол ұстаз да сізге басқаша қарайтын болады. Яғни қателікті екі жақтап күресетін болсаңыз, қатеңізді жоясыз. Сондықтан қатені аз табатын ұстаз емес, қателікке мән беретін ұстаз іздеңіз. Аллах тағала баршамызды өзінің кәләмі Құран кәрімді қатесіз оқитын сүйікті құлдарының қатарынан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.